Бүгін біз қосымша шындық жүйелері нақты әлемді қалай қабылдайтыны туралы сөйлесеміз. Сапалы AR қосымшалар жасау үшін камера, қоршаған орта және тану алгоритмдері сандық объектілердің физикалық кеңістікке дәл енгізілуіне қалай мүмкіндік беретінін түсіну маңызды. Виртуалды шындықтан айырмашылығы қосымша шындық бөлек әлем құрмайды. Ол пайдаланушыны қоршаған нақты ортада жұмыс істеп, сандық элементтерді тікелей нақты кеңістікке қосады. Сондықтан қоршаған ортаны дәл қабылдау AR үшін негізгі фактор болып табылады. AR жүйелер үшін ақпараттың негізгі көзі камера. Дәл камера нақты әлемнің бейнесін сандық ортаға жеткізеді, ал ол жерде бұл ақпарат талданып өңделеді. Яғни камера қосымша шындықтың көздері рөлін атқарады. Бейне алынғаннан кейін AR жүйе қоршаған ортаны талдай бастайды. Ол беттерді, жазық беттерді, бұрыштарды және объектілер арасындағы қашықтарды анықтайды. Бұл виртуалды объектіні қай жерде дұрыс орналастыруға болатынын және оның нақты әлемнің бір бөлігі сияқты көрінуін қамтамасыз етеді. Кейбір жағдайларда AR жүйелер арнайы бейнелерді немесе объектілерді тану әдістерін қолданады. Мұндай элементтер сандық объектілер байланатын бағдарлар қызметін атқарады. Тану жүйеге тек орнын ғана емес, сонымен қатар нақты ортаның контекстін де түсінуге көмектеседі. Шынайы қабылдау үшін нақты әлемдегі жарықты ескеру өте маңызды. AR жүйелер жарықтың қарқындылығын және бағытын талдайды. Сол арқылы виртуалды объектілер табиғи көрінеді. Жарық пен көлеңке нақты көрініспен сәйкес келгенде қосымша шындық анағұрлым нанымды болады. Барлық элементтер камера, кеңістікті талдау, тану және жарықтандыру бірлесіп жұмыс істейді. Нәтижесінде виртуалды объектілер физикалық ортамен дәл үйлеседі және нақты уақыт режимінде өзгерістерге жауап береді. Дәл осы сандық элементтердің біздің жанымызда нақты бардай әсер қалдыруына мүмкіндік береді. AR әзірлеуші үшін қосымша шындықтың болжанбайтын нақты әлеммен жұмыс істейтінін түсіну маңызды. Әрбір бөлме, жарық жағдайы және камера қозғалысы нәтижеге әсер етеді. Қоршаған ортаны қабылдау қағидаларын түсіну тұрақты әрі ыңғайлы AR қосымшалар жасауға көмектеседі. Осылайша қосымша шындық әлемді камера, қоршаған ортаны талдау және тану арқылы көреді. Келесі сабақтарда біз осы қағидалардың AR сценалар мен қосымшаларды жасау кезінде қалай қолданылатынын қарастырамыз.